Талдықорғанда шеберлер шеруі фестивалі өтті. Жұмысшы мамандықтар жылы аясындағы шара ұлттық өнерімізді дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған. Көрмеге 200-ден аса қолөнер шебері қатысып, өз бұйымдарын көпшілік назарына ұсынды. Сонымен қатар өзара тәжірибе алмасып, өзекті мәселелерін көтерді. Әрі көпшілікке киіз басу, ши тоқу, құрақ құрау үшін мүсін елеу өнері үйретілді. 3 күндік басқосу соңында қатысушыларға арнайы сертификаттар табысталып, 30 тігін машинасы тарту етіледі. Қазақ мына өсіп келе жатқан жас өспірім балаларына қазағымыздың рухын білдіру үшін ата-бабамыздан қалған жаңа қолөнерін дәріптеп жүрмін кейінгі кездерде, және болашақ ұрпаққа осыны ешқандай бұрмасыз жеткізу, үйрету ол менің міндетім деп ойлаймын. Жаһандасу заманында әрбір ұлттың иммунитеті, ең алдымен ұлттың иммунитетін көтеру үшін біздің өкімет бағалау керек. Тіпті қолөнершілерге арналған жеке марапат жоқ. 30 жыл бойы бұл қолөнерді әлі бағасын бере алмай жатырмыз біз. Тіпті қолөнершілерге заңды қабылдай алмай жатырмыз. Міне мәселе қайда жатыр.